денем құрса береді, таңертең тұрамын, аяқ қолым жаза алмаймын. Ревмацентрдің барған кезде көз банк болып кеткен. Ойбай Жұман, сен 108-мен қалай жүрсің деп. Қазір бәрі орындықты. Қайта қараймын, сенбеймін. ЦРБ өмірімде тұңғыш рет 5 болыпты менде. Норма қанша еді? Норма 5. Тура 5-ке нормаға түскен, да? 5-ке түскен, өмірімде бұл тұңғыш рет. Кеш жарық, құрметті Ахметбек мырза және Аламанның шабандоздары, қазіргі миллионерлер, келешек миллиардерлер. Менің есім, аты жөнім Толқынбек Жұман, әкем аты Толқынбек, өзім есім Жұман. Мен 2007 жылы Қытайдан келгем. Негіз сол жақтан келген қазақпын. Руым Керей ішінде Жантекеймін. 2017 жылы мен 18 жаста болдым. Сол кезде әкем мені Қазақстанға шығарып атқан кезде айтатын автобуста. Жігіт үйде туып түзде өседі деп. Сол кісінің бір айтқан сөзі бізге қазірге дейін сол жаңағы жүрегімізге не болып сөйтіп өсіп, осында қазір Алматыда тұрам, семьям бар, бала шағам бар. Аламанға сіздің видеоларыңызды бұрын көріп жүретін. Енді осында келген кезде енді мен жалғыз болдым. Туыстарым болған жоқ, танитын дос жарандарым болған жоқ, класстастарым болған жоқ. Сосын жалғыз өстім. Көп кезде жалғыздық менің кішкене жүрегімді алып қойдым екен. Оқып жүргенде де бір жансақтау режимінде жүрдім. Мен орысша білмеймін. Менде мына жерде көкем жоқ. Аға көкем мен тіреп отырған жоқ. Ертеңін мен жұмысты қалай табамын. Сондай бір стресс режимінде жүрдім бекем. Әрқашан ізденуде жүрдім мен. Оқудан сырт, университетке түскен кезде де онымен тоқталмай тілдік курстарға барып, сондай істеп сөйтіп. Енді бір инсайтыммен бөлісейін. Сол стресстің кеселі ме екен, мен бір университет бітірген жылы 4-ші курста 2012 жылы әлі есімде ауыра бастадым. Денемде өзгерістер пайда болды. Өзім түсінбеймін, не үшін. Денем құрса береді. Ұйқым жақсы емес, таңертең тұрамын, аяқ қолым жаза алмаймын. Бірақ та жұмысқа шығып жүргем, жұмысқа барам. Кішкене жүрем, аяғым жазылып кетеді. Нормально болып қаламын. Қайтып комнатама келем, ұйықтаймын. Таңертең тағы сол, түнімен ұйықтамаймын, таңертең аяқ қолым жазылмайды. Сосын жұмыстан шығып Қытайға барып көріндім, сол диагностика шықты. Аутоиммунное заболевание дейді ғой. Болезнь Бехтерева деп қояды орыстар. Бехтерев деген ғалым зерттепті ғой көп. Халықаралық аты анкилозирующий спондилоартрит дейді. Бел омыртқаларының қабынуы. 23 жасымда сондай мөлшермен. Сосын бір стресске жолықтым, енді бір алып ұшып, бәрін осындай бір тепсе темір үзетін кезімде осындай болып қалдым деген бір жүрегімде бір жаман нәрсе қалып кетті. Біранда жақындарымның, әпкемнің, жұбайымның қолдап қуаттауымен, солардың көп еркеліктеріме төзіп, сондай Жұман, сенің қолыңнан бәрі келеді, бәрін жеңесің, солай деп. Кейін өзімде осы ауруды зерттеп, кішкене нете бастадым. Қазір бәрі кішкене орындықты. Біранда менде не көп жүретін жаңағы. Ревматоидный артриттарда жаңағы сойы жоғары болып жүретін болса, менде ЦРБ деген бар, С-реактивный белок дейді. Сол жоғары, всегда повышенный неде жүретін менде. 17, 22, енді 68, 105-ке шығып кеткен кез болған. Мені қалалық городской қалалық ревмацентрдің Шарбану Мақсұтқызы деген менің врачым бар, сол кісі ревматолог. Сол кісіге алғаш барған кезде көз банк болып кеткен. Ойбай Жұман, сен 108-мен қалай жүрсің деп. Сол үшін саған емделу керек, жату керек деген сияқты. Аламанға келмей тұрып, сол 15-20-мен жүретін. Бірақ енді организм үйреніп қалған, все-таки кішкене стресс бар, ұйықтағанда, таңертең тұрғанда кішкене жайсыз оянам, сондай. Басында кіріс алмай жүрдім, неге? Альфа состояниеға, одан кванттық әлемге бара алмай жүрдім. Онда мендегі бір себеп, сол бір жағы мынау бел омыртқалардағы қабыну екен, бір кішкене бір 2 минуттан артық бір позаны сақтап отыра алмаймын бір жерде. Бір немен тұра алмаймын. Өйткені нетеді, кішкене ауру сезім пайда болады. Сол сенбі күні Берік мырзаның жаңағы аудиозаписі болды ғой деймін, сол жолы.
ұзаққа созылды ғой. Мен даже ана космостан бастап сол кезде көзімді жұмып отырдым, бір немен отырдым. Өзім таңғалдым. Жалпы бір жарты сағат көлемінде болды ма, 20 минут қозғалмай отырдым. 1 сағат 15 минут болды. Иә, қозғалмай отыралдым. Сосын таңғалдым, өмірімде бұлай қалай отырамын мен деп. Мен ұйықтағанда да сондай едім. Мен бұлай аунап, әйтпесе ана жауырындарым құрыс қалады. Сол өткенде сол кісі жазды маған. Жұман, ЦРБ-ның қалай анализін тапсырып жүрсің, екі аптада бір тапсырып жүру керексің десең. Есіме шығып кетті, қағаз жұмыс, аламан. Сосын таңертең ерте тұрып, жаңағы тапсырдым, тапсырсам, өмірімде тұңғыш рет не үшін екенін түсінбеймін. Жаңағы инвитро деген немене бар ғой бізде, лаборатория бар. Содан келіп тұрып, почтама қараймын, қайта қараймын, сенбеймін. ЦРБ өмірімде тұңғыш рет 5 болыпты менде. 5 это нормально. Мен бүгін көрсеттім, бізге қай қаладан жаздым? Тараздан ба? Сол ревматоидный артрит, соясы 68-ге көтеріліп кеткен. Өзім медицинада жүре алмаймын дейді. Осы аламаға келіп, қуаттану сағат тыңдап, медицина жасағаннан кейін, соңғы ақырында жүріп, жүгіре бастадым дейді. Қазір сояны өткізсем, 68-ден 4-ке түсіп, жаңағы 4-ке дейін түстем. Қазір дейді, таңертең ерте тұрам, қимылдаймын, оңген бүкіл денемдегі скованность, ананың бәрі кетіп, өзім сонда еркін сезініп қалдым. Бұл не болып деп барсам, гипс, соя 4-ке түскен 68-де. Енді ол өте күрделі ауыр, кім біледі, мен білемін ревматоидный артрит. Сол жаңағы неде қазірде WhatsApp немене Gmail-ға почтама келіп тұрады, жаңағы инвитро. Қазірде көрсете аламын. Бұрынғыларында салыстыра аламын, то есть ешқандай мен бір ойдан еш нәрсе тоқып отырған жоқпын. Үйде бар. 2 аптада бір рет тапсырып тұрамын мен. Адамның ішкі қуаты алапат қой, күшік керемет. Норма қанша еді? Норма 5. 5-ке нормаға түскен, да? 5-ке түскен, өмірімде бұл тұңғыш рет. Мен 7 жыл Керемет. 7 жыл енді ол мен айтып жете алмаймын, ол қуанышымды. Рахмет сіздерге.